Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен маш сорпасымен бөлісемін. Өзбек халқының сорпасы. Дәмі өте керемет болып шығады және денсаулыққа өте пайдалы. Бірге жасап көрейік. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі көкөністер, маш, күріш және ет. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Енді болгар перецін ұсақтап турап аламыз. Сәбізімізді ұсақтап тураймыз. Чесногымызды ұсақтап турап аламыз. Енді етімізді ұсақтап тураймыз. Етіміз дайын болды. Енді қазанымызды ысытып, май құйып, пиязымызды салып қуырамыз. Етімізді салып қуырамыз. Енді чеснок саламыз. Томатымызды саламыз, ас қасығы екеу. Суымызды құямыз. Жай отты қайнатамыз. Енді машымызды жуып алып, машты саламыз. Етпен бірге жай отта қайнатып пісіреміз. Лавровый лист дәміне қарай. Машымыз дайын болып қалды, енді күрішімізді саламыз. Енді картобымызды саламыз. Маш хордамыз осымен дайын болды. Дәмі керемет, денсаулыққа да өте пайдалы. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дәмін енді айта алмаймын, өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.